солтүстік, бізді кекетпе, бұл солтүстік, бізді шектетпе, бұл солтүстік, бізді кекетпе, бұл Қызылжар. Сәлем құрметті көрермен, бүгін біз солтүстікке серпін бере алатын, оңтүстіктен оқу мақсатында солтүстікке көшуге болатын бағдарламалар жайында талқылайтын боламыз. Студияда бізде серпін бағдарламасы арқылы келген Айым Торы ханым, ауыл квотасы бойынша келген Ұлданай ханым және де педагогикалық квота бойынша келген Нұрай ханым қонақта. Әуелі біздің көрермендер үшін бір-бірімізбен танысып кетейік. Айым Торы ханым, сіз қай жақтан келдіңіз, қай мамандықта және қай курста оқып жатырсыз? Мен негізі Шымкенттің Арыс дейтін қаласынан келген болатын. Осы серпін бағдарламасы бойынша түстім. Қазіргі таңда 2-ші курс ағылшын тілі мұғалімінде оқып жатырмын. Жақсы, тамаша. Ұлданай ханым? Ең алдымен қайырлы кеш. Бүгінгі подкастқа шақырғаныңызға үлкен рахмет. Бұл мен үшін өзімнің үлкен еңбек жолымның бір қадамы деп білемін. Жалпы мен Алматы облысынан келіп отырмын. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі мамандығында 3-ші курс студент. Жақсы. Нұрай ханым? Барлықтарыңызға сәлем, есімім Нұрай. Қызылорда қаласының тумасымын. Осында Манаш Қозыбаев университетінде 4-ші курс студенті, қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімімін болашақ. Ендігі 5-6 айда университетпен де қоштасатын уақыт таяп тұр. Жақсы. Ал сіз бұл бағдарламалар жайында түспес бұрын негізінде білдіңіз бе? Не болмаса бұл бағдарламаларды таңдауға не себеп болды? Негізінен бізде мектепте оқып жүрген кезде сол 10-11 класс кезінде осы серпін бағдарламасы жайында мүмкіндіктерін айтып келетін, таныстырып серпін бағдарламасын. Бірақ біз қызықпайтынбыз оған, потому что барлығымыз Алматы, Астана қалаларына түскіміз келді. Бірақ 11-ші класста өзіміздің жинаған балымызға қарай сыныптан именно мен осы Петропавл қаласына серпін бағдарламасы арқылы түскен болатын. Ал педквотаны қарастырған жоқсыз ба? Жоқ, мен өз балымды жаздым, Петропавл қаласында жаздым, ал Петропавл қаласын жазғанымда сразу өзі серпін бағдарламасы арқылы жіберілді. Мен негізінде ондай программаларды қарастырған жоқпын. Өйткені мен өзіме 100%-дің бір 90% грантқа түсетініме сенімді болдым. Өйткені барлық пробный тесттерден жоғары 120 балл, 130 балл жинап жүрдім. 140 балдың. И бізге 4 рет мүмкіндік берілді ұбт-да. Біріншісінде тоже жоғары балдар жинап келдім. Уже нағыз грантқа түсетін ұбт-ын тапсырған кезде 115 балл алдым. 115 балмен де негізінде шамалы сенімді болдым. Алматы, Астанаға түсемін деп, ЕНУ-ға түсемін, или Әл-Фараби университетіне түсемін деп. Бірақ біздің жыл қазақ тілі әдебиетке балл өте жоғары болды. Өте жоғары болды. Солай шамалы немтісе бастады, үмітім үзіле бастады. Осы мен сол университеттерді таңдап беретін ақылы түрде консультаттарға жүгіндім. Олар айтты, осы солтүстік өңірде Көкшетау, Павлодар, Петропавлда осындай педквота бар. Сіз егер түспей қалсаңыз Алматы, Астанаға сол жаққа міндетті түрде түсесіз деп олар маған гарантия бергендіктен осы педквотамен таныса бастадым. Негізінде мені құтқарып қалған педквота. Әйтпесе мен грантсыз қалатын едім. 115 балл ала тұра. Қызықты. Ал енді мен Еще бір история айта салайын осы тұста. Серпінді негізінде үйдегілер, туысқандарым сол бағдарламаны бізге ұсынды. Бірақ серпін бағдарламасы ол ауылда тұратын балалар үшін арналған. Ал біз қалада тұрамыз. Сол кезде ауылға көшіп шамалы 5-6 ай тұрып келсеңдер, мүмкін грантқа түспей қалсаңдар, серпінмен түсіп кетесіңдер, может повезет деген сияқты айтты да, бірақ мен жоқ дедім. Сіз қалада тұрасыз ба? Олда. Сонда қалада тұрып жатқан балаларға серпін арқылы түсуге болмай ма? Ауылда тұратын балалар. Тек қана ауылдар. Қызықты. Ауыл квотасы секілді сол серпін бағдарламасы екеуі. Ұлданай ханым, сіз ше? негізінде мен жалпы өзімнің ұбт тапсыру оқиғамды кішкене айтып өтейін. Мен жалпы басқа мысалы балалар секілді бір курсқа қатысып олай не істеген жоқпын. Мен өз күшіммен дайындалып, бірақ қатты көп жинамасам да Құдайдың берген баллы 90 балл жинадым да. Сосын мен тіпті неге де қатысқан жоқпын, мынандай консультация алып, сатып алып олай не істеген жоқпын. Мен хотя бы Абайдың филологиясына түссем де разы болдым да сол кезде. Енді үйдің қызы болғандықтан шетке жіберуге қорқады ғой мамаларымыз.
төрт мамандық жазатын кезде маған тәтемнің айтқан ақылы болды. Тәтем мектепте жұмыс істегенде оған осы серпінмен бітіріп түскен бір кісі келеді, жас маман, мұғалім болып келеді. Сонда айтқаны, ол мысалы біздің осы Қызылжарды мақтады, яғни ол жақта таза білім, біздегідей пара алмайды, ақша алмайды, сессияны ақшамен жаппайды, кәдімгідей оқисың деген сияқты. Содан кейін онда жарайды жазайық деген сияқты, сонымен 4-ші қылып жаздым осыны. Аллаға шүкір, әйтеуір жерде қалған жоқпын, грант берілді. Ал сіз басқа мысалы педагогикалық квотаны қарастырған жоқсыз ба? Негізінде осы 4 таңдауға жазған кезде өзі автоматом беріліп кетті екен. Иә. Ол автомат түрде болады. Түсінікті. Ал енді оңтүстікте тұрып, солтүстікте бұрын болмаған шығарсыз, иә? Қызығы Астана солтүстікке кіреді ғой, почти. Иә. 15 күн бұрын сол бірінші рет Астанаға келгем жадырман ойындарына қатысуға. 15 күн бұрын ішім сезгендей Астананы көрдім. 15 күннен кейін оқуға түсіп, қайтадан осы Петропавлға келдім. Енді астаналықтар ренжімейтін шығар, олар негізінде өзі орталықтары деп санайды. Иә. Бірақ шынымен де климаттары ұқсас, жақын. Ал енді солтүстік өңіріне алғаш рет келгенде алғашқы әсеріңіз қандай болды? Алғаш рет келгенде мен осы оқуға тапсыруға келдім, документтерін тапсыруға. Бірден әкеммен келдім. Негізінде мені басында жіберуге бұнда қарсы болған. Одан кейін ақыры грантқа түсіп тұр екен, соң бара ғой деп папамен бірге ертіп келдім. И табиғатын көріп, бірден біз оның үстіне августтың соңына қарай келдік. И сол кезде прям ағаштар жайқалып, табиғаты керемет болып тұрды ғой. Табиғатына тамсанып кетіп тұратын жер екен деп кеткені бар папам. Келесі мен айтсам, иә. Келгенде, жалпы біз келгенде біз осы жерден жақын туысқандарымыз бір сондайларды іздей бастадық та, енді баратын жеріміз болмасын. Оған дейін де анау естеріңізде ма, осы 2 сиыр береді, үй береді деген сияқты, иә, сол бағдарламамен бізде туысқандарымыз келген. 2-3 жыл бұрын келген, орналасқан, әбден көрген, сосын солардың үйіне барып, қонып, олармен де әңгімелесіп, танысып, солай білістік. Одан кейін жалпы келгенде ең алғашқы әсері біріншіден тыныш, ешқандай шу жоқ. Өздеріңіз білесіздер, Алматыда қаншама пробка, мысалы, адам саны көп, бастарыңыздан өткен шығар. Бағалары да қымбат, масқара қымбат. Өте сұмдық, иә. Сол тыныштық, жаңағы айтқан табиғат, бүкілі адамның жанына рахат сыйлайды ғой. Бір мысалы Қазақстанда бір үлкен үй деп алайықшы, иә. Соның әрбір қаласы бір бөлме сияқты болды да маған. Мысалға маған Алматы менің өзімнің как зал сияқты да, зал дегенде енді мамаларымыз бәрімізбен бір қонақ күтетін сондай сияқты. А вот маған тыныштық кезде мен Петропавлға кетемін. Петропавлда мен андай өзім бөлмем сияқты ғой. Маған ұнайды, маған Петропавл деген. Сол маған сондай басында сондай әсер болды. Күшті. Сізде ше? Менің солтүстікке алғаш келген кезім өте көп эмоцияларға толы. Соның ішінде мен жыладым, көп депрессияға түстім. Көп салмақ қосып алдым бірінші келген кезде депрессиядан. Өткен мен мүлде үш ұйықтасам да солтүстікке келіп, осы жақта оқимын деп мүлде ойламағам. И мен келген кезде баста тамыз айында келдік. Ол кезде қатты ыстық болды, прям қатты ыстық болды. Сосын сол кездегі біз көрген минус, енді масалар шыдатпайтын болды. Сөйтіп жаз бітті, күз басталды. Ол кезде нормально, вот қыста енді бірінші рет біз бұндай суықты көрдік. Сықырлаған аязды көрдік. Бірақ бір плюсы таза ауа, өте таза ауа. Таза ауадан да қарныңыз көп аша берді. И солай бірінші курста салмақ қосып алдым. И ол маған қатты депрессия болды. Мен бұл қаланы қабылдай алмадым. Бір-екі рет ойларым болды, ауысамын басқа қалаға деген секілді. Бірақ қазір уже жақсы көрем. Қимайда жүрген сияқтымын. Біз деп айтып жатырсыз, сонда жалғыз емес келдіңіз ба? Мен егізім бар. Егіз бар. Екеуміз бірге бір группаға түстік грантқа. Ода депрессия болды ма? Екеуміз бірде депрессия болдық. Бізде көп қыздар негізі депрессия болды. Алыс жаққа кеткен бізге үлкен соққы болды. Алыс жаққа ұзақ жол, суық қала, келген кезде адамдар да көбіне бізге суық көрінді негізінде. Қабылдай алмадық. Бірақ бұл бағдарламалар сізге бір белгілі мүмкіндіктерді бере алады деген үмітіңіз болды ма? Бар болса, бұл қандай мүмкіндіктер болады деп ойладыңыз?
Бұл педквота жайында жаңа айтып кеткендей ізденіп мүлде ойланбадым, бірақ педквота бізге ең үлкен мүмкіндік болып тұр ғой, былайынша қарағанда. Әйтпесе біз грантсыз қалатын едік. Грантсыз чем ақша төлеп үйімізді қинап қойғанша. Бірақ бұл жақта мен ешқандай жаман болған жоқпын. Президентский стипендияға іліктім, өте білімді, сапалы білім алып жатырмыз. Біздің тәтелер өте күшті сабақ береді, мейірімді тәтелер көп, жағдайыңа қарап тұрады, сондай адамгершілігі мол тәтелерді кездестірдік. И бұл жақта келген кезде бізге қызық болғаны, мұғалімдерге, ұстаздарға тәте деп айтады екен. Ал бізде де тәтені тек туысқанымызға, өзіміздің сестраларымызға ғана айтамыз. Сосын осы жаққа келгенде сол сәл үйреншіксіз болды. Тәтелерге апай деп айтыңыз ба? Біз келген кезде ма? Фамилиясымен айтып жүрдік, баста отчествосымен, одан кейін көбісі тәте деп айтады, қарасақ. Сосын бізде уже баста непривычно болды, қазір үйреніп кеттік. Тәте уже апай деп айта алмаймыз. Түсінікті. Айтпақшы осы ретте көбісі айтып жатыр, логистика проблемасы бар деп. Мысалы, көп балалар серпін болсын, басқа бағдарлама болсын түсіп жатқандығын тамыз айында біледі да. Оңтүстіктен Петропавл қаласына келуге билеттері қалмайды. Ол рас па екен? Негізінде өзі гранттың жауабы да мысалға тамыздың бас жақтарына қарай шығады ғой, ал оған дейін уже билет қалмайды. Расымен, мысалға кейбіреулер пересадка жасап келеді, мысалы, через Астана деген сияқты ғой. Оның өзінде таксимен қиналып келеді да. Ол жақ мәселесі де бар. Және тағы алдыңғы нені айта кетсем, бұл мамандық жалпы бұл квота жалпы осы серпін бағдарламасы сізге пайдалы болды ма деген сияқты. Бола ма? Жауап берсем? Жалпы мен келгенде айтып жатыр ғой, жаман болған жоқпын, мен де жаман болған жоқпын. Сапалы біліммен қоса, адамның ең жақсы студенттік шағы ғой, негізі ең қызықты ше. Сол студенттік шағымды барынша сапалы және жан-жақты өткізуге тырысып, осы сонау көзінен бірінші курстың кезінен бастап, осы неше түрлі үйірме болсын, болмаса бір жарыс, тағы сол сияқты болсын, мысалға сондайлардың барлығына қатысып, мен тіпті Алматыда көрмеген, мысалға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасы бар ғой, Наурызбай Қажытағанұлы. Вот сол кісіні мен осы жерде көрдім, мысалы. Одан соң тағы кім? Сол сияқты үлкен ірі тұлғаларды мен осы жақта көрдім да. Яғни бұл менің бір жолымда не істеп қойған жоқ, байлап қойған жоқ, керісінше осылай мен көріне бердім деген сияқты. Күшті, жауабыңызға рахмет. Ал осында келгенде университет тарапы қолдау көрсетті ме? Бәлкім жатақхана бойынша мәселе болған шығар, не болмаса болмады. Білуімше, серпін бағдарламасына жатақхана әрқашанда дайын тұрады, Иә, бірінші серпін бойынша осына түскен студенттерге бірінші жатақхана беріледі, одан кейін ғана местныйларға, жетпей қалғандарға, соларға келіп беріледі. Және сізге бірінші 4-ші курсқа дейін береді. Естуімше 3-ші курсқа дейін, бірақ қазір жаңадан общагалар ашылып жатыр ғой, сондықтан 4-ші курстарға да берілу керек. 4-ші курстарға беріледі. Біз 4-ші курспыз, жатақханада тұрамыз, қамтамасыз етеді. Бірақ енді условиялары шамалы бәсеңдеп тұр. Ол бөлек. Жақсы. Ауыл квотасына жатақхана бере ме? Иә, ол біз мысалы шет өңірлерден келгендіктен бізді сен ауыл квотасын сен қоя тұр, сен серпінсің, сен кел деп бізді бөлмейді. Біз бәріміз шеттен келгендіктен бізді бірден бірінші орында кіргізеді. Басқа жергілікті халықтардың бір. Сонда бұл бағдарламалардың бір ерекшелігі ол міндет жағы. Мысалы, сіз ауыл квотасымен оқысаңыз, міндетті түрде кейін ауылда жұмыс істеу керексіз, дұрыс па? Қанша жыл? Қазір 2 жыл болды, өзгертілді 2 жылы. Көбінесе осы жайында бізде нақты мәлімет жоқ та, мысалы жастар арасында, студенттер арасында көбіне фейк ақпараттар тарап жатыр. Мысалға нақты міне 3 жыл деген не жоқ. 3 жылдан 2 жылға, 2 жылдан 1 жылға қысқартылды дейді. Бірақ оның өзінде көп жастар біле бермейді да. Осы жағынан көбірек нақты мәліметтер берілсе, жақсы болатын еді. Негізінде сол педквотаны ол 1 жылға қысқартылды деп естігем. Солай ма, Нұрайхан? Педквотаны солтүстікте қалып жұмыс істеу міндеттелмеген, бірақ мұғалім болып Қазақстанның түкпір-түкпірінде 2 жыл, 3 жыл жұмыс жасау міндеттелген.
Жақсы. Ал сізді солтүстікте қалуға міндеттейді? Міндеттейді. Егер ары қарай оқуымды жалғастырып магистратураға түсетін болсам, то осы қалада, то басқа қала болсын, то міндеттемейді. Если мен магистратураны бітіргеннен кейін де бірақ обязательно жұмыс жасау керек. Бірақ оның қалада или ауылда нақтысын білмедім. Мысалы, солтүстікте серпін бағдарламасымен жоғары білімді бакалавриатты алсаңыз, кейін батысқа барып магистратураны бітірсеңіз, оңтүстікке оралып жұмыс істей аласыз ба? Әлде батыста қалу керек? Ол жайында нақты білмедім, бірақ негізінен жұмыс істеу міндетті, бірақ магистратураны бітіргеннен кейін не обязательно ауылда или қалада. Ондай шектеу жоқ, иә? Жақсы. Солтүстік өңірдегі тұрғындардың өмір салтына бейімделуі қиын болды ма? Алғашқы рет келгенде. Ерекшеліктері болған шығар. Оңтүстікпен айырмашылық өте көп болды. Біз келген кезде көп нәрсені байқадық. Тілден байқадық, адамдардың аурасы дейді ғой, сәл басқашалау. Сосын тағы не біз айырмашылық көп байқадық. Тамақтарында көп айырмашылық байқадық. Қарапайым бешбармақтың өзінде көп айырмашылықтар бар. Иә, бешбармақтың өзін құлағынан деп айтқан кезде жоқ болғанбыз. Құлағынан деді, бірақ бір байқағаным негізінде бұл жақта өз ана тілімізде сөйлейтін адамдар аз болса да, қазақша жақсы сөйлейтін адамдар таза сөйлейді. Таза әдеби, таза нормаға сай негізінде тілді осы жақтан кездестірдім. Таза қазақ тілінде сөйлейді, былайша айтқанда. Басқа диалектері жоқ, иә? Кәдімгі біз кітапта оқитын тілмен бірдей. Иә. Әдеби тіл нормасын сақтайды ғой бұл жақтың кәдімгі адамдары. Мысалға біз оңтүстіктен келген кісілер айта береміз ғой, мысалы біз кетіп қалдық бірдеңе деген сияқты, ал мысалы қайтып кеттік деген сияқты айтсақ, ол осы жақтың адамдары кәдімгідей сөздің түбін түсініп мағынасын айтады да, сосын жоқ қайтып кеттік деп айтпаңдар, ол жаман мағына береді деген сияқты бізге шектей қояды. Біз оны жеңіл түрде айта саламыз, біз қайтып бара жатырмыз бірдеңе деген сияқты, ал ол кісілер қайтып кеттік деп айтпаңдар деген сияқты. Иә, олар өліп қалды деп ойлайды. Сондай мағынаны береді. Тағы да осы тіл әдебиетінде оқитын болғандықтан бізде үндестік заңымен бұл жақта таныстық. Баста келген кезде үндестік заңын байқап жүрдік. Бізде иге деп айтылса, бұл жақта игі. Ү мен өң кездескен кезде, е кездескен кезде ол өге айналатын осы жақта білдік. Бізге солай сөйлеу міндеттелді. Университетте мысалға иге деген кезде ол әдемі естілмейді. Игі десең нағыз нормаға сай дегенді осы жаққа келіп бірінші рет білдік. Алғаш рет келген кезде біз осында танысымыздың үйінде қонақта болғанбыз. Сол әкемен бірге тағы менің подругам осында түскен болатын. Сонымен бірге қонақта болдық. Бізді құда күткенде күтті, өздерінің бешбармағын. Сонымен қатар бізде бешбармақта мысалы ет аз, салмасы көп болатын болса, бұл жақта керісінше еті салмасы вообще жоқ деп айтуға болады, еті өте көп. Бізге айтты, біз құда күткен кезде шайға май қосып береміз деп айтты. Солайынан менің папама солайынан шайға май қосып ішкізді. Біз солайынан мүлдем көрмегенбіз. Біз жақта ондай салт дәстүр жоқ. Сол салт дәстүр өздерінің менталитеті жағынан сондай бір ерекшеліктерін байқадық. Сіз жақта сұр ет сала ма бешбармаққа? Сүрленген ет па? Салат. Мен сұр ет айтам. Сүрленген ет. Сүрленген ет деп айтады. Іліп кәдімгідей не далаға топ қояды, не? Салат. Мен балалық шақта, мен негізі ет жемеген адамды, осындай қазақпын, ет жемеген. Бірақ балалық шақта тек қана сүрленген етті жегенмін. Мен ең жақсы көретін еттердің бірі. Окей, оны алып тастаймыз. Қазыны жоқ дейді. Иә. Бізде қазы деп айтады. Жоқ, бізде қазыны басқа етті дейтін секілді. Жақсы, ал осы тіл мәселесі оқу барысында кедергі болған жоқ па? Мысалы, мұғалімдермен коннект болғанда? Негізі бізде ағылшын тілі несі болғаннан кейін көбінесе орыс тілінде сөйлейтін, ағылшын тілінде сөйлейтін мұғалімдер араласып бере береді. Ал басқа кафедраларда нақты қазақ тілі болғаннан кейін көбінесе қазақ тілді преподавательдер жібереді ғой. Вот бізде кейде сол коннект бойынша проблема болатын. Ол жайында біз куратормен келісіп, кураторға айтқызып, солайынан шешетіміз. Сізде осындай мәселе болды ма? Жоқ, бізде алғашында келгенде жоқ, олай қатты болған жоқ.
біз бәріміз ортаға сіңісіп кеттік. Жалпы мен өз басым сіңісіп кеттім, мен бірден келіп мұғалімдердің көзіне түсіп барынша жаңа сабақтан қалмай деген сияқты ғой. Менде проблема болған жоқ байланыс бойынша, коммуникация бойынша. Бізде де аса бір мәселе болды дей алмаймын. Біз енді өзіміздің мамандығымыз тіл әдебиет болғандықтан біздің мұғалімдеріміз, ұстаздарымыздың барлығы өзіміздің ана тілімізде сөйлейді. Әрине басқа пәндер бар, орысша өтілетін, мұғалімдер тарапынан орысша сөйлейтін, бірақ енді түсіндік. Барлығымызда база бар деп ойлаймын орысша. Түсініп, қазір уже үйреніп те кеттік. Түсінікті. Сонда түсінгенім бойынша сіз ағылшын тілі мамандығы бойынша оқып жатырсыз, қазақ группасында. Бірақ ағылшын тілді үйрету барысында сізге тек қана қазақ тілі мен ағылшын тілінен бөлек қосымша мұғалім орыс тілін қолданады, Бізде ағылшын тілінде бірінші курстан бергі мұғалімдерді есептейтін болсақ, ешбір қазақша қолданбайды. Именно ағылшын тілі пәнінде. Тек қолданатын тілдері ағылшынша сөйлейді. Былайынан түсіндіретін болса, қосымша тілде орыс тілін қолданады. Бізде группада бар, мүлдем орыс тілінен білмейтін, түсінбейтін, оларға қиындық тудырады, бірақ олар ағылшынша түсінуге тырысады. Солай ма екен? Жақсы. Ал осы жобалардың стипендиясы кәдімгі гранттардан айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы жоқ, барлығымызға бірдей. Бірдей ала аласыз, иә? Серпінде де жоқ па? Өкінішті. Бізде тек стипендия ол не мамандыққа қарай бөлінеді. Мысалға, медицина және мұғалім, педагог мамандықтарында жоғарырақ та, ал қалған мамандықтарда ол бәрі бірдей. Мысалға, серпін болсын, басқа, мысалы, Алматыда оқитындар бағдарламаға емес, мамандыққа. Мамандыққа бөлінеді. Сол ма екен. Қазір 2-ші, 3-ші, 4-ші курстарда оқып жатырсыз. Өзіңізде жергілікті студенттерден дос таба алдыңыз ба, немесе достаса алдыңыз ба біреумен? Айтасыз ба? Достасып кеттік. 4-ші курс уже бітіретін курс болғандықтан жақын етене араласа түстік. 4-ші курсқа қарай ма? Баста негізінде екі өңірдің балалар болғандықтан көптеген келіспеушіліктер болды. Мойындаймын, болмады емес болды. Бір-бірімізді қабылдай алмай, бір-біріміздің мінездерімізге, салт дәстүрлеріміз басқа, тәрбие басқа шалау, сол жағынан айырмашылықтар болды арамызда, келіспеушілік, түсініспеушіліктер. Уақыт өте бір-бірімізге үйренісіп бастадық. Қазір барлығымыз өте достық қарым-қатынасты сақтап қалдық деп айта аламын. Күшті. Менде, мысалы, 3-ші курс болып жатырмын ғой, менде басынан келгеннен айтып жатырмын ғой, жаңағы ортаға бірден тез сіңісіп үйреніп, қатты менде бөлінушілік болмапты. Ой, сен местныйсың, мен мына жақтамын, сендер неге мындай, андай деп болмапты да. Барынша жақсы араласуға тырыстым. Және осы жерден жергілікті достарды таба алдым. Ол қыздар, мысалы, мені үйіне апарады деген сияқты ғой. Ата-анасымен таныстырып, міне осы жақтан Алматыдан келген қыздар деген сияқты. Солай айтады. Бұл жақтың қыздары барынша андай ашық және шынайы да. Көңілдерінде не тұр, соны тіке айта салады, көп не қылмай. Біз, мысалы, көңілге қарап сөйтіп тұрсақ, олар қатты не істемейді. Мысалы, аяп, ондай не қылып тұрмайды. Түсінікті, тамаша. Сізде бейімделу қалай өтті? Менің тобымда да барлығы ашық жарқын, барлығы бірден тартып кетті өздеріне, барлығында бір бөліп жарушылық деген болған жоқ. Сен біздің жақтық емессің, сен оңтүстіксің деп оңайынан бөліп жару болған жоқ. Барлығымыз бірден тіл табысып кеттік. Кейде бір диалектпен проблемалар болып қалады. Сол кезде сөз таласып қалатынымыз бар. Сендерде былай айтылады, бізде былай айтылады, сендердікі дұрыс, біздікі дұрыс деп. Солайынан. А так былай барлығы жақсы, бірден тартып кетті өздеріне. Тамаша. Ал осы бағдарламаларды бітірген соң, дипломды алған соң, соцте қалатын жоспарыңыз бар ма? Ендігі сіздікі түсінікті сияқты, қалды сияқты сізге? Қалуы мүмкін, егер магистратураға түспейтін болсам. Сол лайфхакты қолданасыз ғой деп. Мен негізі
басында келгенде ойладым мүлдем қалмаймын бұл жақта деп. Өйткені бірінші жылы мен бұл қаланы дұрыс танымадым, білмедім, мүмкіндіктер аз деп ойладым. Бірақ осы екінші жылы ашылып, неше түрлі орта тауып жатырмын да. Дебат клубтары бар екен, кітап клубтары бар екен. Соларға қатысу арқылы өзімді ашып жатырмын барынша. Әлі алда 2 жылым бар ғой. Нақты бір шешімге келген жоқпын, бірақ негізі басында келген кездегі шешім точно мұнда қалмаймыз деген болады. Жақсы. Сізде қандай жоспарыңыз бар? Сіз осы жылы бітіресіз. Мен жоспарым бойынша осы жаққа оқуға түскен кезден бастап туысқандарымның қорыққаны, ол жаққа күйге шықпа, қалып қойма, бізге обратно қайт деген нәрсемен бізді оқуға жіберген. Өйткені олар енді ата-ана болғандықтан, туысқан болғандықтан бізді жиі көріп тұрғандарын қалайды ғой. Мына 5 күн өмірде бір-бірімізбен жақын өмір сүрейік, жиі көріп тұрайық деген сияқты әңгімелерді құлағымызға құйып жіберді. Осында отау құрсаңыз, олар сізге қонаққа келе алады ғой? Қонаққа келеді енді айына емес, уже жылына 2 рет, может 1 рет. Жас отбасы үшін бұл рахат емес пе? Жоқ, мен негізі өзім қалғым келмейді, мойындай салайын. Бірақ осы жерге жақын, Астанаға, магистратураға немесе Алматыға ойым бар түсуге. Солтүстікке қыдырып келіп тұратын боламын. Жақсы. Мен негізі жалпы андай адаммын да, өміріме бүкіл алдағы мысалы 4-5 жылға план құрып тастаймын. План құрғанда мен былай жасағам, мен мысалы 22-де оқуға түссем, 26-да бітірем, 26-27 бір жыл істеп берем, 27-28 ақшам жинап сөйтем деген пландарым болды. Менің нем бойынша мен жалпы жаңағы айтқандай педквотамен түскендер ол 1 жыл ғана жасап береді деген сияқты болды ғой. Мен сол біліммен жүрдіп, мен қалам деген шешімде болдым. Мамама да айттым, мама мен қалам осында 1 жыл істеп берем, зато опыт жинаймын, ақша жинаймын, үйге келем деген сияқты. Мамамда да қарсылық болған жоқ. Өйткені бізде енді айтпай шын жасырмай қой, коррупцияның несі ғой, ашық мысалға. Бізде мектепке кіргеннің өзінде сұрайды да, осындай намектап былай ашық болсын сұрайды. Сол себепті айттым мамаға, мамам мен ақшам жинап келейін, опыт жинап келейін, 1 жыл ғой өтеді кетеді, келем ғой деген сияқты. Содан кейін уже мынау 2-3 жыл дегендіктен ол менің жүрегіме де андай үлкен ауыр болып түсіп жатыр да. Өйткені мен қанша жыл үйден алыс шетте өмір сүріп жатырмын, и маған 1 жыл деген өтеді кетеді болып көрінді. Ал 2-3 жыл уже ұзап бара жатқан сияқты, мен қашан жетемей ме деген сияқты болып кетеді да. Мен негізі осы нақты уақытын қысқартып берсе, маған ғана емес, көпшілік жастарға жалпы қалып, осы еңбек өтілін өтеп берер еді деп ойлаймын. Отработканы ертерек. Уақытын қысқартса бір жағынан жақсы болатын еді. Жақсы, бұл негізі бұл бағдарламаның бір кемшілігі ретінде айтуға да болады секілді. Өте ұзақ мерзім. 2-3 жыл деген ұзақ мысалы. Өзі шетте 4 жыл оқиды, оған қоса 7 жыл мысалы, максимум 7 жыл ол сыртта жүрген ешкімге ұнай бермейді мысалы. Ал сіздің бағдарламаңыз бойынша бір кемшіліктер бар ма? Қалай ойлайсыз? Осында қалуды міндетіп жатқаны ол кемшілік пе, әлде әділеттілік пе? Әділетті деп ойлаймын бір жағынан. Өйткені біз басқаларға қарағанда аз балмен түстік. Оның үстіне өзіміз қалаған мамандыққа түсе алдық. Мысалы, бұл басында келген кезде сол осы жергілікті нелердің жинаған балдар біздікінен жоғары болды. Мен 88 жинасам, кейбіреулер 113 жинап, платкада оқып жатқандар болды. Олар бір жағынан сендердікі әділетсіз болды, басында айтып кеткенде, сендер біздің грантымызды тартып алдыңдар деген ойда қалды. Бірақ біз бұл жақта бәрібір оқығанымызбен артынша жұмыс істеп кетуімізді міндеттеген, бұл әділетті бір жағынан деп ойлаймын. Көрермендер үшін түсіндіріп кетейік, бұл миф, өйткені жергілікті адамдардың гранттары ол серпін грантынан бөлек. Жергілікті адамдар дегенде жалпы конкурсқа қатысып жатқан адамдардың гранттары ол бөлек, серпіндікі ол бөлек, оны бір тартып алды деп айту ол дұрыс емес. Ал сіздің бағдарламаңыз бойынша бір кемшіліктер бар ма екен? Кемшіліктер білмеймін, байқамады. Яғни талаптар бойынша. Талап бізде бұл жақта қалып жұмыс істеу міндеттелмегендіктен мен ұстар көрген жоқпын. Мен үшін үлкен мүмкіндік болды. Ал арасында мысалы педагог болмаймын деп айтып жатқан балалар бар ма екен? Педагог, барлығы негізінде педагог болам, осы мамандықты сүйем деп түскен балалар емес. Ашығы сөздің
жұмыс істегісі келмейтіндер де бар, 4-ші курсқа келіп ойланып бәттеген-ай деп қалып жүргендер де бар. 4 жыл уақытымды зая кетіріп алдым, бірақ бұл мамандықты сүймейтінімді түсіндім дейтін достарым көп. Енді олар өздері көрер. Дегенмен олар 1 жыл, 2 жыл педагог болып жұмыс істеу міндетті. Енді көбісі магистратураға да сол отработканы жасамау үшін түскісі келіп отыр. Бірақ магистратураға олар басқа мамандықты таңдай ала ма, әлде сол педагог мамандығын таңдау керек па? Педагог болады. Бізде қазақ тілі әдебиетінде өзі 2-3 мамандық қой. Яғни сіз осы жылы педагог болып бакалавриатты алсаңыз, кейін магистратураға тек қана педагог болып түсе аласыз. Педагог-филолог. Басқа мамандыққа түсе алмайсыз ба сонда? Бізге айтты, ғылыми зерттеу орталықтарында жұмыс істей аласыздар деп, тіл орталығында. Окей. Сонда бұл бакалавриатты бітіріп, мұғалім болып жұмыс істегісі келмей жатқан балалардың амалы ол магистратураға әрі қарай оқуды жалғастырып, педагог магистр болып бітіру. Өкінішті, көбісі мамандықты ата-анасын таңдаумен түседі, или грант деп солай түсіп кетеді де, кейін көп уақытын зая кетіріп алады, мемлекеттің стипендиясын алып, мемлекетке де минус ол, кейіннен профессионалды мамандардың шықпай қалуы, ауылды өңірлерге көп педагогтардың жетіспеуі, осындай бізге мүмкіндіктерді пайдалана жатқанымыз мемлекетке де үлкен минус деп ойлаймын. Ендеше біз қазір мектепті бітіріп жатқан оқушыларға қандай өзіңіздің жеке кеңесіңізді айта аласыз? Өзіңіздің бәлкім іні қарындастарыңызға да айтатын шығарсыз, бәлкім бұл бағдарламаны оларға да айтпайтын да шығарсыз, не болмаса кеңес бере аласыз ба дегендей. Мектеп бітіргелі отырған түлектерге кеңесім, ең біріншіден мамандықты таңдау, жақсылап өзіңіздің бала кезден армандаған мамандығыңызға қорықпай түсу. Осы жерде бір сырды аша салайын, менде негізі педагог боламын деген шықтасам түсіме кірмеген мамандық. Мен негізі өнер мамандығына түскім келді Жүргеновқа. Бірақ енді бізде менталитет, стереотип дейміз ғой. Қыз баласың, ертең тұрмыс құрасың, отбасылық өмірінде қиындықтар көп болады. Әнші, биші болып, сен абырой таппайсың деген секілді көп сөздер болды. Туысқан ата-анам тарапынан қиын болады деген секілді. Сосын мен ойландым. Бірақ мен кішкентай кезімнен осы тіл саласына, әдебиетке жақын болдым. Дебаттар ойнап жүрдім. Сондықтан өнерге сәл болсын жақын мамандыққа түсейін, хотя бы деп түстім. Бірақ университетке түсіп, уже тәжірибемен бөліскеннен кейін маған педагогика саласы ұнап келе жатыр. Мен жұмыс жасаймын. 6 жыл, 7 жыл оқығаннан кейін жұмыс істемей қалу да өзіме жасаған бір үлкен не сияқты қиянат. Бірақ енді сүймейтін мамандықта жасау да ол өзіңе жасаған үлкен қиянат. Сен арманды сатып тұрсың, өзіңді сатып тұрсың, өзіңнің қабілеттеріңді сатып тұрсың. Сондықтан сүйген мамандықты қалау керек. Өмірде мүмкін емес нәрсе жоқ екенін енді түсіндім. Баста маған да мүмкін емес болып көрінді Жүргеновқа түсу. Ал оказывается можно. Сен просто сенуің керексің. Алла тағала әлемді шексіз жаратқандықтан мүмкіндіктер де шексіз. Тек сену керек. Сосын ұбт-ға жақсылап дайындалу керек. Ата-анаңа салмақ салмай грантқа түсіп оқысаң, өзіңе де жақсы. Ары қарай мотивация. И тағы да айтатыным, алыс жаққа оқудан түсуден қорықпай қойыңдар. Тіпті керемет болды. Негізі мен Алматыда оқысам, мүмкін тек Алматыны ғана көріп жүруші едім. Ал енді мен солтүстікке келіп, көп жерлерді көрдім. Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Астана, Алматыға былай да барып келіп жүрміз ғой. Көп басқаша менталитетпен таныстым. Алматы почти өзі жағымыз ғой. Алысқа оқуға түскенмен қазір өкінбеймін. Керісінше үйден алыстаған сайын үйдегілердің қадірін түсінесің. Тәрбиелейді. Сені алыста тұру тәрбиелейді. Өзіңнің жаңағындай дисциплина болады. Тезірек ересей бастайсыз. Өзінің жауапкершілігің көп болады мойнында. Алысқа түсуден қорықпаңдар. Жалпы еш нәрседен қорықпаңдар. Сізде қандай кеңес бар? Жалпы мен айтатыным, менің де мысалы биыл мектеп бітіргелі жатқан інім бар, және де
бүкіл осы биыл мектеп бітіретін түлектерге айтарым, мамандықты өз сүйген мамандықтарыңа барыңдар деп айтқым келеді. Мама папаларың қаншалықты былай қысым жасаса да, сен анда бар, ақшасы көп, стипендиясы көп деп неге барғаннан, сендер өздерің қаламаған болсаңдар да одан бір жетісіп пайда таппайсыңдар. Тек ақша үшін, грант үшін оқып жүргеннен ертең бір сапалы маман шықпайды мысалға. Ол да бір жаңағы елге әкелген бір минус қой. Одан кейін айтатыным, ұнатсаңдар, хоть сол мамандыққа мысалға шығармашылық пен дизайнерлік бір нәрсе болса, тіпті грант аз болса да платныйға түсіңдер, сендер оқисыңдар мысалға. Қанша жақсы көріп тұрсаңдар, сол не бойынша әйтеуір грантқа ілесіп кетуге мүмкіндік болады. Мысалға грантта оқып жүрген студент, мысалға ұнатпайтын студент, ол құлап қалып, соның гранты босап, сіздер бірден соған иеленіп кетуге әбден мүмкіндік бар. Және сонымен қатар айтатыным, студенттер, жалпы болашақ студенттер, дайындықты қазірден бастаңдар. Осы телефондағы артық құр бос нәрсемен сендер қиялданып отыра бермей, бірден әрекетке көшіңдер деп айтқым келеді. Мен жаңа айттым ғой, мысалы, ешқандай курстың көмегінсіз өзім түстім депші. Біріншіден бұл бізде үйде папаның қатал тәрбиесі болды. Айтты, осы сенде сонда немене бұйың жоқ па деген сияқты, не оқып келдің сен осы 11 жыл бойы деген сияқты. Папамның маған сөздері андай қатты тиді, ауыр тиді. Сосын сен датафон миың жетпей ма деген сияқты айтты да маған, сөзім маған ауыр болды да, папаммен ерегісіп қарсыласып өзім түстім да. Және барынша мысалы істеймін деген адам, ол оқимын деген адам оқиды, ешқандай неге қарамастан. Мысалы, мен де ауылда өскендіктен, бізде ауылда көбіне свет болмайтын, мысалы, жел тұрса, все, свет өшіп қалатын деген сияқты ғой. Сондай жағдайлардың өзінде майшамен оқитынмын тіпті. Бұл күлкілі көрінер, иә, бір өтірік деп те санарсыздар да мүмкін. Алайда жоқ, осын еңбектің біріншіден Алланың қалауымен, екіншіден ата-анамның үміті, оның барлығы маған жауапкершілік болды да, одан кейін бұның барлығы әрекетке алып келді. Және соның барлығын осы қазір есіме алып, осы студенттерге деп, болашақ студенттерге деп ұбт-ға тиімді дайындалудың жолын өзімнің бір қоғамға пайдам тисінші деген ниетпен мен тегін барынша таратып жарнамалап жүрмін да, яғни пост түрінде, рилс түрінде деген сияқты Инстаграмда. Иә, соның барлығы жалпы Нұрай ханымның айтқанын кеңірек айта кетсем, жалпы ол шетте оқу адамды қамшылайды ғой. Мысалы, біз қанша мысалы шетте жүреміз ғой, қыз баланы негізі жоқшылықта өсірмеу керек деген сияқты айтады ғой, иә. Мысалға, біз үйден көбіне ақша сұрауға ұялып, біз өзімізден мысалы бар қандай қабілетіміз бар, сонымен біз ақша көретінбіз. Мен мысалы лекция жазып беремін деген сияқты ғой, жатақхананың ішінде, енді кәдімгі бір бизнес кішігірім да. Сонымен біз өз күнімізді өзіміз көріп деген сияқты. Яғни сен бір шетте қалып қоймайсың, мама папаң мойнында отырып алмайсың, өзің әрекет етесің, өз өміріңді қолға аласың, дисциплинаға бағынасың, спортпен шұғылданасың. Айтып отырмын ғой жаңағы, Петропавл менің жеке бір бөлмем сияқты да. Мысалы, мен ол жерде карьерамды бастаймын деген сияқты, блогымды бастаймын деген сияқты. Маған жалпы осында келу өте үлкен мүмкіндіктерге маған жол ашты негізі. Күшті. Айтсаңыз. Мен 10-11 оқып жүрген қазіргі жас түлектерге айтарым, ең алдымен өздеріңізге сеніңіздер, өз таңдауларыңызға сеніңіздер, жүректеріңіз не қалайды, соны таңдаңыздар. Яғни ол ата-ана, бауыр, туысқан, дос-жаран барлығы айта береді, бірақ ертеңгі күні ол өмірді сіздер өміріңіздің жартысын сол мамандықта өткізесіздер. Яғни сіз сүйген мамандығыңызды таңдасаңыз, бір жұмыс жасау емес, керісінше сол жұмыстан ләззат алып өз хоббиіңізбен айналысып жүрген сияқты боласыз. Ал сүймейтін мамандығыңызды таңдасаңыз, ондай болса амалдың жоғынан өзіңізді қинап жүргендей бір сезім болады. Яғни ол кезде сенің алдыңдағы проблемалардың бәрі бір аса алмайтын бір шың ұқсап көрінеді. Сондықтан депрессияға да көп бейім болып кетесің. Негізі барлығы осы өзіңе сенуден басталады ғой. Сол алдымен өздеріңізге сеніп, өз таңдауларыңызды еш қорықпай өз таңдауларыңызды жасай біліңіздер. Және грант ол маңызды зат емес. Грантқа түскеннен кейін оны сақтап қалу деген бар, грантты ақтай білу деген бар. Хоть платка болсын, өз таңдауларыңызды таңдап, өз сүйікті мамандықтарыңызды таңдап, сонда сол мамандықты сүйіп оқыңыздар деген кеңес берер едім. Иә, орынды кеңес екен. Ал серпін бағдарламасы арқылы айтпақшы, кейін жұмыс бере ме?
иә негізі Олар өздері жұмыс тауып сізге жұмыс иә береді. жұмыспен қамтиды деп естігем. Иә Ал сізге ше? серпін бойынша естідім, иә, осы жақтың ауылдық өңірлеріне барып тұрса тіпті үй береді, жақсы айлық қарастырылған деп естідім. Квота бойынша қалмайтын болғаннан кейін ол жағын іздемеппін. Сіз жұмысты өзіңіз іздейсіз ба? Жоқ, негізінде осы жақта қалғандықтан мен жаңа әкімшілік тағы сол сияқты жерлерге барып жүгінем ғой. Ол жердегілер маған жұмыс тауып береді арнайы. Және де мысалға үй алатын болсақ та 15 жылға мысалға болады ғой, иә, соның 1%-ін мейлінше азайтып береді деген сияқты. Және соны мысалы 2-3 жылдың көлемінде тезірек төлеп тастап, оны сатып, әрмен қарай менде ақша да бар, опыт та бар, және айлықтан жинаған ақшам да бар да. Соның барлығын жинап мен еліме, өзімнің үйіме қайта аламын да. Бұл жалпы жұмыс береді, жаңағы жағдай жасалған. Мысалы, істейм деген адам тіпті қиыр шығыста болсын, өз несін таба алады негізі. Бір амалын табады, иә. Ал сізге жұмысты сонда қалада емес, ауылды мекендерде береді. Ауылды мекендерден нақты қарастырып, үй жағдайын жасап. Менің бір танысым бар, осында қалып жұмыс істеп жатыр, осында оқып бітірді. Сол тоже серпін бойынша ауылдас ағам болып келеді. Ол жерде мектептері кішігірім, бірақ физика, математика бойынша мұғалім, айлығы 400-дің шамасында. Былайша айтқанда, сол мектептегі директордың айлығымен шамалас екен. Былайша айтқанда қалатын болсаң, үй жағдайын жасап берген, айлығын барынша көтеріп берген. Осы серпін бойынша келген тоже таныс. Ал жастарға, жас отбасыларға осындай солтүстіктен, жалпы солтүстік өңірде қалу үшін қандай бір мүмкіндіктер істеу керек, оларға тартымды болу үшін, иә? Яғни көбірек қалу үшін сізде кейін мысалы 4-ші курста оқисыз, жоқ мен осында қалам деген шешім болу үшін не істеу керекпіз? Негізінде жаңа басында айтып өткендей, менен бұрын бұл жерге туысқан тәтелерім келген болатын. Және ол кісілерді жаңағы үймен, ақшамен қамтамасыз етті, және сонымен қатар мысалға несиені жеңілдетіп берді. Аз процентпен мысалы олар уже екінші машинесін мініп жатыр да. Яғни жеңіл түрде мысалы баспанаға да, көлікке де қол жетімділігі жеңілдеді. Және сонымен қатар көбінесе осы инфраструктура жағын көбіне реттесе, және көбінесе мәдени орындары көбірек салып берсе, онда жастардың қалу несі де көбірек болады. Ықтималдығы көбірек болар еді. Сізде ондай кеңес бар ма? Кеңес деуге жатпайтын шығар. Бірінші келген кездегі көзқарастарының жақсы қалыптасуына әрекет ету керек шығар. Қарапайым жатақхананың условиясын дұрыстасын, корпустардың условиясын дұрыстасын. Солай бірінші көзқараспен ақ баурап алуға болатын еді негізінде. Ал бізде ол жағдайлар Түсіндім. ол ішінде осы қаланы ұнатпай қалған адамдар бар. Өкінішті. Бірақ байқаған шығарсыз, қалада көп ескі архитектуралық бейнелер бар екен, кейбіреулері тіпті оны Европаға ұқсайды деп айтып жатыр. Керемет, ол жағынан бірінші келген кездегі қатты эмоция сыйлағанда осы Ленин Конституциясы көшесі, Арбат, ең ұзын Арбат, соның бойындағы барлық ғимараттарға тамсанып фотоға түскеніміз бар. Ескі эстетика дейді ғой, өзінше бір эстетикасы бар. Сол жағынан күшті. Бізге қатты ұнаған сол болды. Кино түсірілді даже ол жақта. Мағжан Жұмабаевтың. Ал осында келгенде қандай танымал кісілерді, мәдени жағынан танымал кісілерді білдіңіз, солтүстік жақтан шыққан? Тіл әдебиет, барлық тілдің зиялы өкілдері осы жақтан. Мағжан Жұмабаев, Ғабит Мүсірепов, Қарасай Батыр, Сәбит Мұқанов. Көптеген ақын жазушылардың солтүстік өңірден туылып өскендігін осы жақта білдік. Көп таныстық негізінде. Ал осы оқу бағдарламалардан бөлек бізде еңбек деген бағдарлама бар. Ол жайында естігенсіз бе? Қоныс аудару бағдарламасы. Ол енді ересек адамдар үшін. Яғни олар оңтүстіктен солтүстікке келіп үй ала алады, жұмыс береді дегендей.
бұл енді бағдарлама өз мақсатына жеткен жоқ сияқты. Сол себепті бұндай болашақта ондай бағдарламаларды қалай көргіңіз келеді? Ол қалай даму керек деп ойлап жатырсыз? Және жалпы осындай бағдарламалардың бар болуы тиімді ме? Олар болу керек па? Солтүстікке адамдарды әкелу керек па? Иә, бір жағынан солтүстікте былай қарап тұрсақ, басқа оңтүстікке қарағанда солтүстікте орыс тілді халық көп қой. Бір жағынан осы қазақтандыру мақсатында да осы нені жүргізіп жатқан шығар бәлкім. Қазақ тілді халықты көбейту үшін жалпы Қазақстанда тұрғаннан кейін сол себепті ойлаймын, осы еңбек бағдарламасы ашылған деп, құрастырылған деп. Алдын бір жиынға барған болатын, Санжар Керімбай атты жазушыны шақырып, сол жерде бір отырыс болды. Сонда бір кісі осы қазақтандырумен айналысып жатыр екен. Сол оңтүстіктен солтүстікке таныстарын көшіріп, сол қазақтандырумен осында айтты, сондай мүмкіндіктерін жұмыс тауып береді деді, үймен қамтамасыз етеді деді. Менің ойымша, негізінде солтүстікке көбінде келіп жатқан бізде оңтүстіктегі үйсіз, күйсіз, жұмыссыз, білім алмай жүрген адамдарды келіп жатқанын естідім да. Бірақ менің ойымша, бұл жақтағы жағдайды керемет қылып жасап, үйдің жағдайында, жұмыстың жағдайында керемет қылып жасап, сәйкесінше сондай керемет адамдарды алдыру керек сияқты. Білімі өте жоғары, бәсекеге қабілетті, солтүстік өңірге қандай пайдасын бере алады деген сұраққа ізденіп барып, адамдарды іріктеп әкелген дұрыс сияқты. Сол кезде олар солтүстікке өздерінің пайдаларын береді, и солтүстік, соответственно, оларға өзінің пайдасын береді. Тұрғын үй жағынан, жұмыс жағынан. Сондықтан бір тексеру, бір тесттен өтіп барып, олардың бір IQ-ларын тексеріп деген сияқты бір тексерістен өтіп барып, іріктеп адамдарды алып келген дұрыс сияқты. Ато ол адамдар оңтүстікте жұмысты дұрыс атқармай жүрген адам бұл жаққа келіп жұмыс атқарып кетеді дегенге сенбеймін. Бірақ если осы жақтың жағдайын жақсартып, жұмыс барлығын дамытып солайынан жасайтын болса, ешкімді шақырмай-ақ өздері өз ынтасымен келетін болады. Ол өз ынтасымен келген адам өздері-ақ дамытып кетеді қалғанын негізінен. Иә, жергілікті тұрғындар да шықпайтын шығар, иә? Иә. Сізде болашақ бір бейнесі бар ма? Жалпы айтып жатырмыз ғой, IQ-ға қарап, болмаса басқасына деген сияқты. Меніңше ол IQ-на қарап отырсақ, бұл жалпы саясат қой, негізі бұл қарап тұрсақшы, бұл саясатымыз әрмен қарай жылжудың орнына бір әлі де тоқтатып тұрамыз да, біз былай жылжытудың орнына қоя тұрайық, IQ-ны тексеріп алайық деген сияқты ше. Меніңше бүкіл кім осылай патриоттық жалпы рухына қарап па екен, солай бір қарастырсақ, мүмкін ол мысалы ел болам дейтін, қазақ дейтін адамдар жалпы мен оңтүстігім бүйтіп қалды, солтүстікке барайын деген сияқты не қылмайды. Мысалы оңтүстігім ту менсіз не болады екен деген сияқты болмайды да. Ол оңтүстік солтүстік деп бөлмейді. Солтүстік те бір қазақтың бір шеті ғой, оны да көтерейік деген сияқты жаңағы мысалы өзінің еңбек күшімен, ақыл күшімен ол дамытады деп ойлаймын. Және соған да сай, мысалы алғашқы әсер қалдыру үшін де осы инфраструктураны, құрылысты жалпы жақсы дамытқан дұрыс. Иә, келісем. Орнықты пікірлеріңіз үшін рахмет. Осымен біздің подкастымыз тәмам. Ең бастысы түйінім әрқайсымыз, әсіресе жастарымыз, Мағжан сенген жастарымыз ата-бабаларымыздың лайықты ұрпағы болуға талпынайық. Әрбір адымтап болмаса да қадамдап қосқан үлес маңызды екендігін дәріпімізден шығармайық. Сол себепті осы подкаст бітіре отыра оқулықтарды ашып, ұбытуға дайындалыңдар. Сәттілік.